Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен кәрістің сәбіз салатын дайындаймыз. Ол үшін бізге 800 грамм сәбіз қажет болады. Оны арнайы үккіштен ұзынша етіп өткізіп аламыз. Дайын болған сәбізіміздің үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қантты салып, қолымызбен мыжғылай отырып жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Пиязымызды жартылай сақиналап немесе жуандап етіп турап аламыз. Қызып тұрған майымызға сарғайғанша қуырып аламыз. Біз пиязымызды сәбіздің салатына қоспаймыз, тек қана осы майға дәм беру үшін қолданамыз. Дәмдеуіштердің осылай весовой түрінен алған дұрыс, өйткені салаттың дәмін жақсы ашады. Ал енді видеодағыдай салаттың ортасына осылай ойықша жасап аламыз. Оның үстіне кориандр, паприка және де ащы қызыл бұрыштан дәміне қарай қоссаңыздар болады. Мен аздап қостым. Және осының үстіне қызып тұрған майымызды құямыз. 3-4 тіше чесногымызды үккіштен өткізіп алып, ең алдымен қасықпен, кейін қолымызбен дәмдеуіштері жақсы сіңу үшін жақсылап араластырып аламыз. Ең соңында 6% уксусты қолдандым. Сіздер 9 немесе 70% уксусты қолдансаңыздар болады. Барлық қосқан дәмдеуіштеріміз жақсы сіңу үшін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей салатымыз дайын болды. Оңай әрі тез жасалады. Комментарий бөлімінде пікір қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Себебі сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.